береді. Ол қатын деген сөз жақсы екен деп, әйелдерді қатын деген сөз жақсы нәрсе емес, оны айтпау керек. Оны айтпау керек. Енді духың жетсе айта бер енді, духың жетсе. Бірақ ол сөзді айтпаған жақсы. Өзі балалардың алдында жақсы. Ертең мысалы сіз қыз ұзатасыз. Өзің әйеліңе қатын дейсің. Соны сенің қызың ұзатылады. Ұзатылған ертесі күні сен отқа балаң, күйеу балаң шақырасың ғой үйге қонаққа. Сол шақырған кезде, қатын отыр десін деші. Құлағыңа қалай естілер екен? Сенің мәпелеп өсірген қызыңды, оның қасында адал жары, проблема жоқ. Ол өзі біледі кім деп айтса да. Бірақ сіздің өзіңізше қатын деп айтса сізге жаға ма? Мен гарантия беремін, ешкімге жақпайды. Енді жақпаса, сізді біреудің қызына айтпаңыз ондай, қатын деп. Ол біздің мәдениетімізде жоқ сөз, болды бірақ ауыз сөз. Мәдениет қой. Иә, ол мәдениетке. Біз келдік енді, жарайды, мәдениеттің жақсы да бар шығар, жаманы да бар шығар. Бірақ мен түсінгенімде әйелге қатын деген сөз айтпаңыз. Айтыңыз, басқа жақсы сөздерді айтыңыз. Балаларымның анасы, осы үйдің хозяйкасы, көп қойын сөздер. Аял дегенде жақсы сөз емес. Аял деген ол қырғыздардың сөзі ғой. Біздегі әйел деген сөз. Сондықтан бізге керегі жоқ. Біздің өзі жақсы сыпайы сөздеріміз көп қой қазақтың. Балаларымның анасы деген ең жақсы сөз. Біліңіздер. Сол сөзді айтып үйрену керек. И әйел де күйеуіне әкесі деп айтсын. Балаларымның әкесі үйден шығып бара жатқанда сол тілекті айту керек. Мына әкесі кетіп бара жатыр. Әкесіне одан кейін ол үшін әйел мықты болу керек. Балаларды күнде отырғызып, әкелерін кетіп бара жатыр жұмысқа. Кәне аумен деп шығарып салайық деп, балалардың бәрі алла әкеміз аман есен келсін деп сөйтіп шығарып салып үйрету керек. Сонда бала да сабаққа кетіп бара жатқанда әкешім, мен сабағыма кетіп бара жатырмын, тренировкама кетіп бара жатырмын. Қане маған аумен десе, сонда отырған саны бүгін барып аман есен кел десе, сол тілек қабыл болады. Бізде келіп жатыр, кетіп жатыр, кіріп жатыр, шығып жатыр, ешкім білмейді бізде. Білмейді. Үйші біздікілер шпион сияқты кіреді, шпион сияқты шығады. Келіні де, баласы да, үйдің иесі де аңдып келеді деп, ұстап аласың, асықпа. Арманың соғы сенің. Сондықтан ол жақсы сөз емес. Әйелге ол құрмет исламда бірінші орында тұрады. Өйткені ана. Біз оның қадірін қашан білеміз әйелдің? Өлгенде білеміз, бәріміз. Өлгенде білеміз. Сол сияқты әйелдер де күйеуінің қадірін өлгенде біледі. Одан не пайда айтыңызшы? Соғыс біткеннен кейін қылышыңды боққа шаба бер. Болды. Оны сен одан өліп қалғаннан кейін жаным, ау жаным дегенде ол оны естімейді. Болды, бітті оны. Соны тірі кезінде бір ауыз сөзді айтамағаннан кейін өлгеннен кейін қайтесің оны айтып? Не керек бар оның? Ол ел үшін біздікі. Жаным деп жүрміз енді. Жаным деу керек. Жаным дегенге лайықты солар. Бірақ әйелдер де... Бірақ бір жақсы жері, жаным деген сөзді ата-аналарыңыздың көзінше айтпаңыздар. Ата-ананың алдында бала айтпасын. Егер сіздің алдыңызда, сіздің мәпелеп өсірген балаңыз сізге қарамай әйеліне жанем десе, ұнаймыз сізге?